бала дүниеге келсе, бір қозы артық туат, бір қозы туса, бір түп жусан артық шығат дейді дана халқымыз. Әр баланың өз несібесі бар. Бұл сөзді айтып отырған себебіміз, студиямызға келген келесі қонағымыз тағдырдың тауқыметін тартса да, кәсіппен айналысып, жалғыз өзі 5 баласына қамқор болып жүрген батыр ана Жәмиля Наурызбекова. Қош келдіңіз, Жәмиля ханым. Қош көрдік. Бірнеше жыл бұрын өз жеке кәсібіңізді ашқан екенсіз. Ол қандай кәсіп, қалай аштыңыз? Мен өз кәсібімді жалпы ең алғаш сатушы болып бастадым. Сатушы болып бастап, содан кейін осы жаңағы бір апатты жағдай орын алды отбасымда. Апатты жағдай орын алып, сондай бір қиын кезеңдер болды. Сол қиын кезеңдердің кезінде мен осы жаңағы өзіміздің Астана қалалық әкімдікке барып, жаңағы осы маған қаланың ішінен орын беріп, көшпелі сауда дейді ғой, көкөністер сатуға сондай орын сұрадым бар. Содан жаңағы әрі өзімнің жалғыз басты, әрі көпбалалы ана екенімді ескеріп, ол кісілер маған сондай бір орын беріп, сол менің өтінішімді қолдады. Содан бері қарай мен осы кәсіпті істеп келе жатырмын. Одан бері де мынау қазір өзі елордада осы әкімдіктің бастамасымен 1000 орын көшпелі сауда деген, жаңағы көше саудасы деген бағдарлама жүзеге асырылып жатыр. Сол бағдарламаның аясында конкурс болып жариялады. Сол конкурста мен қатысып, менің тағы да осы көпбалалы ана екенімді, жалғызбасты ана екенімді ескере отырып, ол кісілер жаңағы конкурстан маған тағы да бір орын беріп, ары қарай менің кәсіпкерлігімді ары қарай дөңгелетуге олар тағы да маған бір мүмкіндік туғызды. Сонымен неше орныңыз бар қалада? Сонымен 2 орным бар қалада. Кәсібімді ары қарай жаңағы өрлендіріп жатқан жайым бар. Енді өзіңіз сияқты кәсіпті бастағысы келіп жүрген жандарға кеңес болсын. Жалпы қандай құжаттар жинадыңыз бұл байқауларға қатысу үшін? Қайда бардыңыз? Нақтырақ әңгімелеп айтып берсеңіз. Жалпы бұл байқауға енді қатысу үшін біріншіден жаңағы өзі әкімдіктің сайты бар. Сол сайтта өзі жарияланады, қай кезде болатыны. Соны үнемі жаңағы бақылап отыру керек. Сол конкурс жарияланған күннен бастап мен жаңағы ол жерде жазылады, қандай құжаттар керек екені, сол құжаттарды алып барып тапсырамыз. Мынау арнайы СПК деген бар ғой қазір. Сол СПК-ға тапсырып, содан ары қарай жаңағы конкурстың шешімімен орынды алуға болады. Мінекей құрметті көрермендер, қол қусырып отыра бермей, кәсіппен айналысамын, өз кәсібімді дөңгелетемін деген жандар үшін сіз кәдімгідей бір ой салып отырсыз. Тамаша. Енді кәсібім бар дейсіз, оғанда табан тоздырып жүру керек, үнемі сыртта жаңағыдай бала тәрбиесі сол кезде ақсап қалмай ма? Үйдегі бала тәрбиесіне кім көмекші сізге? Бала тәрбиесіне үйдегі көмекші әрине менің анам. Анаңызбен бірге тұрасыз? Анам менің қолымда тұрады. Жалпы менің қолымда тұрады анам. Өйткені жаңағы 2 өзімнен кейінгі бауырым ерте қайтты дүниеден, сондықтан анам екеуміз енді жалғыз қалдық десек те болады. Сондықтан анам менің қолымда. Енді ең біріншіден балаға да енді табасын ғой уақыт. Кештен кеш келіп, кішкене бір шаршауыңды басып болып, балаға да... Кішкентайыңыз нешеде? Кішкентайымыз 8-де ғой. 8-де. Өсіп қалған балалар екен. Өсіп қалған балалар. Бағанағы бағдарламамен сіз кәсібімді бастадым деп атсыз, енді ол мүлдем қаражатсыз ондай тірлікті кәсіпті бастау деген мүмкін емес шығар. Қанша қаражатпен бастадыңыз кәсібіңізді? Мен енді өтірік айтпайын, кәсібімді мен 250 мың теңгемен, ол кезде деген 250 мың, 300 мың теңге деген әжептәуір құны бар ақша тұғын ол кезде, біз бастаған кезде. Көкөніс деген ол күнделікті әкелінетін зат, оны көпте алып келе алмайсың, өйткені ертеңгі күнге қалса ол... Қай жақтан әкелесіз? Көтерме сауда базары дейді ғой, сол көтерме сауда базардан алып келіп сатамыз. Бар жоғы бір 20% қоямыз ғой үстіне. Ал алғашқы кезде өзі бірден жұмыс жүрмейді ғой. Табыста бірден түспейді. Сол кезде ай болмады ғой деп қолыңызды сілтеп, осы қоя қойыншы деп бір күйзеліп, құлазыған кездеріңіз болды ма өмірде? Енді болады ғой ол. Алғаш ең бірінші сол осы көкөніс саудасын бастағанда ұзақты күнге тұрып 5000 сауда істедік біз. Содан 5000 сауда істеп, ол кезде ұлым 13-12 жасар кезі ғой, енді ұлым, мама, мынандай 5000 саудамен қалай болады ертеңгі жағдайыңыз сіздің деп. Көмекшім қасымдағы.
Мен айтам, балам, барлық қандай іс болмасын, осындай кішкентайдан басталады. Оны бүгін болмады деп тастап, ертең тағы басқа түрін көргенде де тағы да осы жайт басталады басынан. Сондықтан да бізге сабыр керек, төзім керек, кішкене уақыт керек. Келуші сатып алушылармен кішкене жылы қарым-қатынаста болу керек. Өзімізге де көп нәрсе байланысты ол жерде. Жалпы сіздің осылай құлазымай, мойымай, үнемі жақсылықтың болатынына сеніп, жоқ, әрі қарай мен болады деп алға сізді итермелейтін қандай күш, сол күшті қайдан аласыз сіз? Кім сізге сондай күш жігер береді? Жалпы осы күшті мен өзім айттым ғой, бағанада айтып өттім, бір апатты жағдай болып, бір қатты күйзеліске ұшыраған кезімде, әуелі енді Алла деп айтайық, Алланың қолдауымен шығар. Осы балаларым, осы Құдайдың берген 2 ұл 3 қызым бар. Осы балаларымды қалайда бір мен ғой енді бұлардың бары да, нары да, мен осыларды аяқтан тік тұрғызуым керек. Осыларды ешқандай еш нәрсеге мұқтаж етпеуім керек. Барынша осы балалардың жағдайын жасауым керек деген бірінші, әрбір ананың ойына осы нәрсе келетін шығар деп ойлаймын, бірінші. Сондықтан да мен ойлаймын, енді балаларым менің осынша күш, жігер, қуат берген. Астана қаласының ұйымдастырған осы бір тиімді бағдарламасы көптеген өзіңіз сияқты кәсібін бастағысы келіп жүрген көп балалы, жалғыз басты аналар үшін өте тиімді. Солай деп айтамыз ғой. Әрине тиімді. Және өте тамаша бастама, бірақ бұны көп аналар білмей жатады, осыны пайдаланбай жатады. Білмейді. Сондықтан да бізді қарап отырған жас аналарға, үйде отырған әртүрлі тағдырды басынан кешіріп отқан аналарға сіз не деп үндеу айтар едіңіз? Неден бастау керек? Енді қол қусырып қарап отырмай, жаңағыдай сайттан айттым ғой, мен үнемі қарап отырам, бақылап отырам. Ол сайт қандай сайт? Қалалық әкімшіліктің сайты бар. Қалалық әкімшіліктің Астананың сайты бар. Соларды үнемі бақылап қарап отыру керек. Болмаса, мынау Астана қалалық әкімдікте управление предпринимательства дейміз ғой, кәсіпкерлік бөлімі. Сол жаққа барып та, солардан да сұраса, олар да барлығын айтады. Мен солай жүріп, солай ізденіп, өзім барып, осындай бағдарламалар бар екенін біліп, міне соның арқасында жемісін жеп, әрі өзіміздің отбасымызды қамтамасыз етіп жұмыспен, әрі кіріс, енді бірыңғай кіріс деп айтамыз ғой, бірыңғай кіріс, одан кейін салық нелерін, жарналарын төлеп, өзіміздің зейнеткерлік қорымызды толтырып дегендей, бұл деген тамаша бағдарлама деп ойлаймын мен, енді түсіне білген адамға. Жалға алып отырсыз ғой, Жалға, бірақ жеңілдетілген, жалға 7 жылға. Құрметті көрермен, жас аналар, сіздер енді осы бір мәселеге ерекше мән берсеңіздер екен, үйде қол қусырып отыра бермей, Алла тағала 12 мүшемізді сау қылып бергеннен кейін кәсіппен айналысу керек. Өз кәсібіңді әрі қарай дөңгелету үшін мемлекет тарапынан, осындай әкімшілік тарапынан мүмкіндіктер жасалған екен, қолдау бар екен, соны енді көре білу керек, соны енді пайдалана білу керек. Және де бұл тек қалада емес, аймақтық, аудандық жерлерде де қолға алынады екен болашақта. Сондықтан да үнемі жіті қадағалаңыздар, өз көзімізді өзіміз былайша айтқанда ашып, өз жолымызды ашып, жақсылыққа қарай ұмтылу әр адамның өзіне байланысты. Өзіңізге енді әдемі сұхбатыңыз үшін шынайы бағанадан бері әңгімеңізді айтып жатсыз. Рахмет айта отырып, кәсібіңізге береке тілейміз. Бала шағаңыз үмітіңізді ақтасын. Барлығы сізде, сіз ойлағандай, сіз қалағандай бола берсін. Рахмет. Ақ жол. Көп-көп рахмет.